If then else шарт операторын қолдану арқылы біз апта күнін енгіземіз программа. Қай апта екенін атап беретін программа құрамыз. Program апта model uses CRT айнымалы тек бізде біреу ғана. Типі integer өйткені біз біреу ғана енгіземіз. Begin clear screen write-ln апта күнін енгіз. Енгіз оператор read-ln a. Егер енгізілген a тең болатын болса 1-ге, онда write-ln дүйсенбі. Әйтпесе, егер енгізілген a тең болатын болса 2-ге, онда write-ln сейсенбі. Әйтпесе, егер енгізілген a тең болатын болса 3-ге, онда сәрсенбі. Әйтпесе, егер a тең болатын болса 4-ге, онда дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі. Әйтпесе, егер енгізілген a тең болатын болса 5-ге, онда экранға write-ln жұма. Әйтпесе, егер a тең болатын болса 6-ға, онда write-ln сенбі. Әйтпесе, егер a тең болатын болса 7-ге, онда write-ln жексенбі. Әйтпесе дегеннен кейін осы 7-ге дейін, 7-ден басқа, 7-ге дейінгі сандардан басқасының барлығы әйтпеседен кейін жазылады. Біз өйткені оның ешқандай шарт жоқ. Егер осы 1-ден 7-ге дейін шарт орындалатын болса, осы командалар орындалады. Ал егер 7-ден басқасынан шығатын болса, бұл апта күні жоқ деп шығады. Read-ln and run. Апта 1. Апта күнін енгіз. 5. Жұма. Ctrl F9. 4. 1-ден бастап тексерейік. 1. Дүйсенбі. 2. Сейсенбі. 3. Сәрсенбі. 4. Бейсенбі. 5. Жұма. 6. Сенбі. 7. Жексенбі. 9. Бұл апта күні жоқ. Дәл осы if then else шарт операторын қолдана отырып, біз керісінше жасауымызға болады. Бірінші апта күнін жазамыз, атын жазамыз. Программа бізге соған сай апта күнін атап береді. A тең ол кезде тип string болады. Дүйсенбі болатын болса, write-ln 1. Дәл солай 7-ге дейін жексенбі, write-ln 1. Сонымен программа аяқталды. Келесі сабақтарда үлкендеу программаларға кірісеміз. Бұл if then else шарт операторын толығырақ түсіндіру үшін жасалып жатқан мысалдар.